Жыл сайын маусымның 23 күні елде мемлекеттік қызметші күні тойланады. Бұл жауапкершілік пен күнделікті жүйелі жұмысты қажет ететін мамандық. Тек солтүстік Қазақстан облысында аталмыш сала мамандарының саны 4000-нан асып жығылады. Бүгінгі іс-шарада қызметкерлердің еңбегі еленуде. Мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты жиынды облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағамбетов ашты. Ұлт мәртебесімен ел абыройын көтеретін мемлекеттік қызметкер болу үлкен міндет. Мемлекеттік қызметші қай кезде де биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілетін көрсетеді. Дана халқымыз билігі мықты елдің тірлігі құтты болады деген сөз бар. Сондықтан мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызмет етумен бағаланады. Шолпан Хуанға мемлекеттік қызметке өмірінің 15 жылын арнағанын айтады. Нәзік жанды жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық конкурсына қатысып, өңірлік кезеңінің жеңімпазы атанып, республика деңгейінде өзін сынап келген. Бүгінгі күні еңбегі бағаланып, алғыс хатқа ие болып жатыр. Біз әлеуметтік саласы болғаннан кейін халықтың осал тобымен жұмыс істейміз. Халыққа жағдай жасауға тырысамыз. Үкіметіміздің дамуы үшін халықтың жағдайы жақсы болу керек. Өте қуаныштымын. Өзімнің еңбегімнің бағаланып, мемлекеттік қызметшілер күнінің алдында осындай бір сый құрметке ие болғалы тұрғаным үшін қуаныштымын. Сот саласында қызмет етіп жүрген Арман Мұсаев солтүстік Қазақстан облысы аумақтық департаментінің әдеп жөніндегі үздік уәкілі дипломымен марапатталды. Ер адам өз ісінің қыр-сырымен бөлісіп, жұмысының басты мақсатын айтты. Мемлекеттік қызметшінің негізгі мақсаты бүгінгі заман талабына сай мемлекет басшысы атап өткендей, яғни тек қана бір күндік мәселені шешумен шектелмеу керек. Яғни мемлекеттік қызметші өзінің қабылдаған шешімі арқылы ол болашақтағы мемлекеттің мүддесіне тікелей әсер ететінін сезінген дұрыс. Сондықтан мемлекеттік қызметші өзінің қабылдаған шешімдерінің дұрыстығына, қабылдаған шешімдерінің барлығы мақсатқа, заң талабына сай екенін жүйелі түрде түсініп, сол бағытта дұрыс жұмыс жасаған түсінген дұрыс деп білемін. Іс-шара соңында мемлекеттік қызметке алғаш қабылданған мемлекеттік қызметшілер қатысып, ресми түрде ант берді. Қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап, Қазақстан халқы алдындағы өзімнің биік жауапкершілігімді сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқыма адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Айта кетейік, салтанатты жиында барлығы 30-ға жуық маман марапатталды. Олар облыс әкімінің құрмет грамотасы, алғыс хат пен төс белгілерге ие болды. Бұдан бөлек жиында мемлекеттік қызметшілердің ата-аналары да марапатталды. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.